Адам есейген сайын түрлі сұрқия сұмдықтарды көріп, естіп, есейе түседі екен. Адам өзі есею ойында болмаса да, айналасындағы болып жатқан жайттар адамды еріксіз есейтеді екен. Соңғы кездері осы жөнінде көп ойланып жүрмін. Өте ерке қыз едім. Қазір айналама қорқақтай қарайтын болдым. Әке-шешемнің 3 жылдан кейінгі кенжесі, әрі жалғыз қызы болғандықтан, ерке болуым да заңды көрінетін. 2 жыл бұрын Алматы қаласындағы жоғары оқу орнының біріне оқуға түскен соң, қалаға келіп, әкемнің кіші қарындасының қолында тұра бастадым. Негізі мектеп бітірген соң үйден ұзап шығу қиын екен. Алғашқы кездері қаланың өміріне жатсына қарағанымен, уақыт өте үйренісе бастадым. Басында жатақханаға жатуға тырысқаныммен, әкемнің қарындасы қиылып сұраған соң, сол үйде жатуға келісімімді бердім. Анам да осы үйде жатсаң көп алаңдамаймыз, өздері үшін тамақ істейді, қарның да тоқ болады деп, оның да өтінішін қимадым. Бірақ соңғы кездері жездемнің іс-әрекеттері мені ойландырып жүр. Бұрын тек әзілдеп қана тиісетін жездем соңғы кездері ойнаған болып, әр жерімді ұстап қалуға тырысатынын байқап жүрмін. Өткенде теледидардан әншілердің бейне клипі көрсетіліп жатыр еді. Мына әнге билеу керек қой деп, келіп отырған орнымнан биге шақырды. Мен өзі табиғатымнан тұйықтау қызбын. Қашқақтап тұрғанымды көріп, өзіне қарай тартып, әпкемнің көзін ала бере, омырау тұсымнан қысып қалғанда, көзімнен жас ыршып кетті. Дереу бөлмеме жүгіріп кіріп кеттім. Әпкем кешкі тамақтың құрамын турап жатқан, ештеңке байқамады. Қанша айтуға оқталсам да, араларына түскендей болмайын деп іштен тындым. Бірақ сол оқиғадан кейін жездемнен мүлдем қашық жүретін болдым. Оңаша қалмайтын да болдым. Бірақ оған жездемнің айылын жиятын түрі байқалмайды. Қашанғы қарасаң жездесініп, көзімен мені ішіп жеп отырады. Қазақы салтпен ойын шығар деп те ойлағам. Бірақ оңашада ойыны қозып шыға келетін. Әрі қол жүгірткісі келетінін байқағалы, үрейленіп қалдым. Енді жақында әпкем екеуміз үйдегі моншада жуынып жатып, әпкем асығып менен бұрын шығып кеткен. Кетіп бара жатып, салқын судың азайыңқырап қалғанын, құйғызатынын айта кетті. Ойымда ештеңе жоқ, жуынып жатқам. Салқын су құйылатын бөшкеге сыртқы қақпақтан су құйылып жатқанын естідім. Одан әрі жуына бердім. Бір кезде моншаның жуынатын бөлмесінен шығып, киінетін бөлмесінде отырғанымда, жарық түсу үшін қалдырылған терезе тұсынан біреудің қарап тұрғанын байқап қалдым. Жаймен терезеге тақалып сығалағанымда, жездемнің тұрғанын байқап қалдым. Шыңғырып жібергенімді байқап, жездем қаша жөнелді. Одан бері тіпті үрейленіп қалдым. Әпкем үйде жоқ болса, әр нәрсені сылтауратып, мен де үйден қаша жөнелім. Келер жылы 3-ші курс. Келер оқу жылынан бастап қалайда жатақханадан бөлме алам. Немесе қыздармен бірігіп пәтер жалдаймын деп отырмын. Енді қалған 1-2 айға шыдасам, өзім кетемін деп өз-өзімді жұбатып қоямын. Бірақ туыс адамдарының арасында мұндай болғаны ыңғайсыз екен. Келешекте бәрібір бет көрсететін адам болған соң, қиналып кетем жездемнің өрескел әрекеттерінен ыңғайсызданамын. Жақыныңнан үрейленген кәдімгідей адам бойына қорқыныш ұялатады екен. Бірақ жездемнің әрекеттері кәдімгідей үрейлендіреді. Өткенде әпкем базарға барып келейін деп баласын тастап кетпекші болып еді. Баланы мен көтеріп жүрейінші деп еріп алдым қасына. Өйткені сол күні жездем үйде еді. Қазіргі жағдайым осы. Кейде әпкем келсін деп сабақтан шығып алып, ол үйде болмаса, көше кезіп, үйге қайтпай жүремін. Кейде өзімді сабырға шақырғандай боламын. Әпкемнің ойында ештеңе жоқ. Іш же деп салдырлап әңгімесін айтып жүреді. Тек жездемнің қылықтары ренжітіп жүр. Әпкемнің көзінше әпкем қарамай тұрғанда омырауымнан ұстап алғаны,
Моншада түсіп жатқанымда сыртымнан аңдып тұрғаны, мені биге шақырғаны, және де алдында мен ұйықтап жатқан кезімде үстімнен біреу қарап тұр екен. Оянғанда жездемнің түрін көріп шошып кеттім. Ол түк болмағандай бұрылып кете барды. Осы тірлігінің бәрінен қатты қорқамын. Анама да айтуға бата алмаймын. Бірақ мына жағдай басымды қатырып жіберді. Айтыңыздаршы, менің үрейленетіндей жөнім бар ма? Енді не істесем екен?